Апам келгенде әдейі ұрсамыз. Екеуміз күлімдеп отырсақ, ауырып қалады. Болған оқиға. Жас болған соң білетінімізден білмейтініміз көп қой. Мен әлі өзімді жас келін сезінемін. Ал жас келіндердің басты әңгімесі ене. Сол кісі білмейтін бір құпияның бетін ашқым келеді. Мұны күйеуім екеуміз ғана білеміз. Менің енем ер мінезді, тік сөйлейтін, кейде бетіңе айтам деп асыра сілтеп жіберетін бұзықтау адам. Құдай анау қара шаңырақтағы абысыма қуат берсін. Кейде қалай шыдап жүр деп таң қалам. Ал біз қалада тұрамыз. Енеміз кейде апталап біздің үйге қыдырып келіп жатып кетеді. Ондайда тынысым тарылып, аяғымның ұшымен жүріп қызмет қылам. Анда-санда бір келеді ғой деп өзімді жұбатып барынша құрмет көрсетем. Сүйсініп жесін деп күнде анау-мынау пісірем деп асханадан шықпаймын. Бірақ сонда да мені мақтаған емес. Әйтеуір бірдеңеден ілік іздеп, кешке күйеуім келгенде жіпке тізіп, бәрін айтып береді. Жасыратыным жоқ. Кейде күйеуім үйге мені жесін деп тәттілер, жеміс-жидектер көтере кіреді. Мынау саған деген сөзді естісе бітті, сол жерде давлениесі төмен түсіп кетіп, қан қысымын көбейту үшін ащы шайыңды демдеп, әлгі балам әкелген тәттіні маған бер деп шыға келеді. Баласын менен қызғанатынын осыдан-ақ байқауға болады. Бір күні мен баламды алып емханаға кеттім. Ақыры шықтым ғой, кішкене демалайыншы деп артына саябаққа бардым. Үйге кешетіп келсем, енемнің мазасы жоқ. Ақылап, екіге иығын жұлып жеп отыр екен. Сондағысы даладағы гүлдерді арам шөптен тазартыпты. Осыны қатының істемей неғып отыр? Шөп деген тізеге жетерде өсіп кеткен деп күйеуіме жамандап алды. Сен қайда болдың? Мамама қарамай деп күйеуім ала көзімен бір қарап еді, енем күлімдеп сала берді. Кешкісін жатын бөлмеге кіргенде күйеуімді әңгімеге тарттым. Ернат, байқайсың ба? Апам сен маған қатал сөйлесең қуанып күлімдеп қалады. Үйде сенің бастық болғаныңды, менің екі аяғымды бір етікке тығып ұстағаныңды қалайды. Жаңа сен қаттырақ сөйлеп едің, бір сәтте жазылып кетті. Сондықтан апам үйде жүргенде кішкене қаталдау сөйлесе алшы. Үлкен кісінің көңілі жайланып жүрсін. Ол үшін саған ренжімеймін деп түсіндіріп айттым. Жынды болдың ба? Менің мамамды кім деп тұрсың деп ренжігендей болған. Артынан түсініп келісті. Ертеңіне демалыс еді. Азанда таңғы асты бірге іштік. Мен күйеуіме қарап ымдап едім, ол да бастады. Немене мына шайың суып қалған ба? Қашан қоюланып кетіпті. Тұр, кішкене сүт қосып қайта жылтып бер деп оталды. Сөзінің арасында баяғыда мамам деген кашыны бүйтіп пісіріп беруші еді деп анасын мәз қылып қойды. Ол кісінің жүрегі жарылардай қуанып, күлгенде даусы ерекше шықты. Ертеңіне тағы да солай етті. Байқаймын, күйеуімнің ішінде біраз нәрсе жиналып қалған екен. Мен ымдасам да ұрсып, жекіп, болатынға да, болмайтынға да жұмсап, артық кетіп бара жатыр. Ол ана кісіге майдай жағып, сіңлісіне телефон соғып, Ернаттың үйіндемін. Ернат жаным нағыз еркек қой. Үйін тап-тұйнақтай етіп басқарып отыр деп мақтанып қояды. Мақсатыма жеткеніме қуандым. Бір аптадай жолдасым екеуміз осы кейіпте жүрдік. Енеме кетерінде әдемі көйлегін әперіп, батасын алдым. Ернаттың мінезі бар, онша-мұнша қатқылдау сөйлесе көңіліңе алма деп маған жанашырлық танытып қоятынын қайтерсіз. Екі бетінен кезек-кезек сүйіп ауылына қайтты. Қайтарда күйеуім екеуміз көлікпен келе жатырмыз. Сен былай істе, бүгін әдемілеп тұрып палау пісір, өткендегідей күрші езіліп кетпесін деп бұйырып келеді. Тоқта, дедім. Апам ауылына қайтты. Әртістігіңді доғар. Осы уақытқа дейін қалай жүрдің, солай өміріңді сүре бер. Бүгін палау емес, кеспе көже ішеміз деп әрең тоқтаттым. Енемнің ойы бізді шағыстыру емес, әйел үйді билеп кетпесін, күйеуіне бағынсын дейтін шығар. Онсыз да дұрыс шығар бір жағынан. Бірақ өзімде ұл өсіріп отырмын ғой. Олай етпес едім. Алған жарын сыйлап, жұмыстан келгенде бетінен сүйіп, екеу жарасып өмір сүрсе, араласудың не керегі бар? Ұрыстан Құдай сақтасын.